Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен өте қызықты әрі пайдалы ойындармен танысамыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көруді ұсынамын. Ермексаздан бұйымдар жасауды 1,5 жастан бастауға болады. Баланың алғашқы ермексазы жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болуы керек. Қазіргі таңда дүкендерде жабыстырғыш массалар мен ермексаздардың түрлері өте көп. Баламен бірге отырамыз да ермексазбен жұмыс істеуге көмектесеміз. Және де сақтық шараларын сақтаймыз. Ауызға салуға болмайтындығын түсіндіреміз. Айтпақшы, ермексазды қолдан да жасап алуға болады. Бірнеше жолын және де осы видеода пайдаланған материалдарды төменде описанияда қалдырамын. Ссылка бойынша өтіп, көшіріп алуды да ұмытпаңыз. Видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіп, парақшама тіркеліңіз. Бастапқы кезде ермексазбен ойнаған кезде балаға 1 немесе 2 түсін ғана ұсынамыз. Себебі баланың концентрациясы ермексаз түсінде емес, онымен жұмыс істеп үйренуде болу қажет. Алғашқы әрекеттеріміз пластилинді бөлу және жұмсарту сияқты іс-қимылдар болады. Барлық жетістіктеріміз үшін баланы міндетті түрде мақтауды да ұмытпаңыз. Ермексазбен баланың жас ерекшелігіне қарай ойнаймыз. Алғашқы кезде ермексазда әртүрлі заттардың ізін қалдырып, дөңгелектермен сопақшаларды 2 қолдың көмегімен жасап үйренеміз. Пайдаланатын заттарымыздың сырты кедір-бүдір болған абзал. Мысалы, фломастер қақпақтары, құрастырғыш леголарды пайдалануға болады. Олардың іздері ермексазда анық әрі оңай қалады. Баланың жасы үлкен болған сайын жасайтын фигуралар да күрделене береді. Тағы да бір қызықты ойын түрі саусақпен бояуға арналған краскалар. Олар баланың дамуына жақсы әсер етеді және саусақтардағы ұсақ моториканы дамытуға көмектеседі. Алайда бұл бұйымдар қалтаңызға салмақ салуы мүмкін, себебі бағасы арзан емес. Сол себепті мен сіздерге осы видеода үйде бар заттардан жасауды және сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Ол үшін ұн, су, ақмай, түрлі түсті бояғыштарды араластырып, банкаларға құйып қоямыз. Блендермен араластырып алған жөн. Егер блендер болмаса, онда қасықпен де араластыруға болады. Бұл заттардың барлығын мұздатқышта сақтауға болады. Және де жұмыс істердің алдын ала мұздатқыштан шығарып, бөлме температурасында жылытып алыңыз. Каналымда балапаныңызбен көңілді уақыт өткізуге арналған қызықты идеяларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліңіз.